Менің өмірімді өзгерткен қағидалардың ең біріншісі, Алла тағаланы бұрын танымай тұрған кезімде енді әкем дәрет алып жүрді. Сұрайтынбыз, неге дәрет аласың деп. Содан кейін осылай Алла тағаланың алдына таза болып бару үшін мына жер ананы дәретсіз баспауымыз керек деп айтады да. Сонда бір сөзі менің есімде қалғаны былай деп айтатын: мен көріп отырамыз ғой, енді 11 баламыз, қазір енді жоқ, бұл бәрі қайтыс болды. Әке шешем де қайтыс болды, бауырларым да қайтыс болды, ата енем де, жолдасым да қайтты. Сонда әкем былай дейді: айналайын дейді, сен менің нарымсың ғой дейді. Мен сендерді осы бар ішіп жемен, осы тапқан табысымен асырап жатырмын. Бірақ бұл өз ідімда келмейтін да, үнемі көрем, мәсімен жүреді, я болмаса герзі етікпен жүреді, шылғауланып ше. Сонда айтатын еді: сендердің ішіп жегендеріңізден күш қуат алып, білім алып, сол парасатты болып, мәдениетті болып, жан-жақты болып, халқыңа, еліңе қызмет қылып, бір ортаға қосатын қандай да бір үлесің болса, мен соның тойып ішкенім, тойып жегенім, сол толыққанды киініп жүргенім, жылы болғаны, сол киімнің менің үстіме қуат болып біткені, жан-жақты болғаным, және де кеудемді керіп сондай бір керемет әке болып жүргеніме қуанатын едім дейтін да. Шынында да біздің үйдің балдарының бәрі білімді болды, бірақ көз бе білмейміз енді. Әкемнің алдында сол 8 ұлдың 8-і де кетіп тынды. Одан кейін 4 қыз едік, ол 1 қыз дағы кетті. Сонымен қазір 3 қызбыз. Енді қарап отырсақ, бұл өмірде адамзат баласына берілетін дүниелердің бәрі Алла тағаладан негізінде да. Бірақ бізді осы білім алуымызға жетелейтін ол бір ғана ата-ананың сөзі, немесе бір ағайынның, немесе бауырдың сөзі екен да. Сол білімді сонда бізге барлығын шамасы шарқысы жеткенше жасап отыратын, үйге дүние мүлік алмайтын да, жек көретін, кілемдер келсе құдалықтан, киттен да бәрін таратып жіберетін еді, қайтадан құдалыққа апарып тастайды. Одан диван, шкаф алғызбайтын еді да. Сонда менің апам Россияда оқиды, сол келген сайын дүние алайық деп айтса, әкем: алма, сендердің білімдеріңе жинап атқан қаражатым деп айтып бізді оқытатын еді. Сонда қарап отырсақ, білімнің терең мағыналы түрде алған адамның рухани көкірек көз ашылып, жан-жақты болатын, үлкен кісілер білген, және артынан ұрпақ сондай білімді болып берсе, қуанатын болған екен да. Сондықтан баршамыздың көкірек көзімізді Алла тағала ашып, шынайы біліммен сусындатуды нәсіп қылса, біздің осы елімізде керемет ұрпақтар дүниеге келеді. Баршаңызға сәттілік тілеймін.